Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Міне, жаңа күннің басталғанын білдіріп, күнде көкжиектен көтеріліп келеді. Ала құлпақ оранған тал теректер мен шыршалар келе жатқан жаңа жылдың жаршысындай сымбаттана түскен. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Бүгін жұма, желтоқсанның 25-і. Біз жас ұрпақтың сана сезімін оятып, ақыл ойын дамытып, оларды адамгершілікке, отан сүйгіштікке, ізгі мұраттарға баулайтын әдебиетке бет бұруымыз керек. Чарльз Дарвин қартайған шағында көркем кітап оқуға деген әуестігім азайып бара жатыр. Осының өзі менің жан дүниеме келген жамандықтың белгісі ме деп қорқамын деген екен. Мамандар адам кітап оқуды тоқтатқан кезде ой ойлаудан тыйылады дейді. Дала данышпаны Абай артық ғылым кітапта деп бекер айтпаса керек. Құрметті көрермендер, бүгін Алматы кітап сараптама және бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс басқармасының басшысы Бұбыхан Шакиева ханым біздің студиямыздың қадірлі қонағы. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Бұбыхан ханым, енді биыл 2015 жылы сіздердің баспаларыңыз балаларға арнап қандай кітаптар басып шығарды? Биыл 15 жыл ел тарихында атаулы жыл болып есептеледі. Дүбірлі тойларға толы болды. Енді көпшілік қауым біледі, біздің негізгі бағытымыз балалар әдебиеті. Сондықтан да осы думанды жақсы жылға бізде үлкен үлеспен келдік. Ең бірінші айтарымыз бұл менің отаным Қазақстан деген балаларға арналған кітап шығардық. Бұл әсіресе үлкендерге де болады, негізінен балаларға арналған. Бұл біздің өзіміздің ұлттық баспанамыз киіз үй формасына жасалған, ашылып отырады. Ең бірінші елбасының мынау Қазақстан, одан кейін елбасының суреті беріледі, одан кейін ол кісінің жастарға арналған жолдауы беріледі, одан кейін өзіміздің ұлттық рәміздеріміз беріледі. Қандай керемет. Одан кейін ежелгі тарих туралы балалардың тіліне жеңіл шағын сөйлемдермен беріледі, ел тарихы туралы. Одан кейін біздің ежелгі заманнан бірлікті, ынтымақты діттеп келген біздің билер мен батырлар туралы, одан кейін Қазақстан мекендеген татулық жарасқан көп ұлтты мемлекет екеніміздік туралы, одан кейін қазақтың ең негізгі байлығы дастарханы, қонақжайлығы, дастархан туралы да балаларға көптеген мәліметтер беріледі. Қазақтың ата кәсібі, қол өнері туралы мәліметтер беріледі. Одан кейін бай табиғатымыз туралы мәліметтер беріледі. Шөл дала, таулы дала, өсімдіктер, жануарлар туралы. Одан кейін барып біздің 12 қала, Астана, Алматы, әр облыстың қандай өзінің ерекшелігі бар, қандай байлығы бар деген сияқты. Содан кейін барып бізде ең соңында ертеңгі елдің ұрпақтары, жас балалар, 5 жаста, 7 жастан әлем таңғалдырған шахматшы қыздар біздің Әбдімөлік туралы, одан кейін жаңағы Жамбыл туралы, жас Жамбыл туралы кереметтер жаңа не беріледі. Бұл шағын энциклопедия ретінде біздің отанын шағын меңгеру үшін балаларға түсінікті тілмен берілген ең үлкен жаңалығымыз осы. Бәрекелді. Түсінікті. Бұбыхан ханым, енді мынау жалпы сіздерге аударма материалдармен жұмыс жасаған тиімді ме, әлде өзіміздің еліміздің авторларымен жұмыс жасаған тиімді ме? Әрине, біздің өзіміздің ақын жазушыларымыз Аллаға тәуба көпшілік бар. Солармен жұмыс істейміз. Күні бүгінге дейін баспаның құрылғанына 15-16 жыл болды. Біз менің Қазақстан деген топтамамен 60-тан астам кітап шығардық. Бұндағы негізгі мазмұн кеңестік дәуірде жарыққа шықпаған қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы, ұлттық киімі, ұлттық жаңағы нақыштары, немесе тұрмысы мен мәдениетіне байланысты ерекшеліктері, билері, батырлары және эпостық жырлар туралы біз 60-тан астам кітап шығардық. Ол өте үлкен сұранысқа ие. Бір кітабымыз қазақ жылқысының тарихы деген кітабымыздың өзі үлкен сұранысқа ие. Себебі мына біз әлемдік кітап жәрмеңкелеріне қатысамыз ғой. Франкфуртта немесе Мәскеуде өтетін. Міне сол кітапты біз қазақша шығарғанбыз. Қазір тіпті Түркменстаннан да сұраныс түсіп, сол кітапты орыс тілінде басып шығаруға дайындалып жатырмыз. Бәрекелді. Екінші мәселе бұл енді бізде әсіресе балаларға арналған танымды кітаптарды біздің енді апаларымыз, ғалапа ағаларымыз өкпелемесін, танымды кітаптар жазылмайды бізде. Біз мен осы баспада 14-15 жыл жұмыс істеймін, мен есігін қақпаған ғылыми институттар қалмаған шығар дегенде. Бірақ біздің балаларымызға танымды кітап керек. Олар неге оқулықтың көлемінде шектеліп қалуға тиіс. Сондықтан да біз мынандай үлкен кітаптарды бұл басып, аударып, правасын өзімізге сатып алып шығарып жатырмыз. Мынандай кітаптар, танымды кітаптар. Бізде өнер тарихына байланысты кітаптар жоқтың қасы. Суретті өнер тарихы. Мынау ғылым күн сайын деген, жыл өткен сайын деген. Сонымен қатар
пәндік мұғалім пәндерді мектептің көлемінде әрине шағын көлемде беріледі. Арғай балалар дамыту үшін, балалардың логикасын дамыту үшін, бүгінгі заман талабына сай балалар тәрбиелеу үшін мынандай танымдық кітаптар бізге өте қажет. Бүбіхан ханым, осы ретте мынандай сұрақ туындайды. Енді бұл кітаптарды әрине қалалық жерлерде ата-аналар балаларына сатып алып бере алады. Ал шалғай ауылда тұратын балаларымызға бұл кітаптар қалай жетеді? Ол мәселелерді біздің баспада шешілген деп айтуға болады. Әрине, кеңес дәуірінің бір жақсы несі бар еді, дәстүрі. Бұл барлық ауылда, тіпті товарлы фермасына дейін, шопандардың қызыл отауына дейін кітапханалар болған. Кітап сатылатын сол жерлерде. Әрине, осы егемендік алған кейін осы жүйе жойылып кетті. Дегенмен де біз 15-16 жаңағы қала мен 15-14 облыста біздің дистрибьюторлеріміз жұмыс істейді. Сол Оралда болсын, Атырауда болсын, олар біздің Алматының баспаның бағасымен осы кітаптарымызды сатады. Ал енді ауылдарға әрине жаңағы кітап тасушылар, кітап сатушылар апарып сатып жатыр. Дегенмен де бұрынғыдай егер кітап дүкендері болған болса, әр баспа Алматыдан басқа да кітабын өз бағасымен беруге дайын. Себебі біздің көзі қарақты, көкірек ояу оқырманымыз қайда? Олар ауылда, ауданда, облыстарда. Бәрекелді. Бүбіхан ханым, енді Алматы кітап баспасынан шығатын түрлі кітаптар шығарып жатыр екенсіздер, көрсетіп жатсыз. Жалпы қандай кітаптар сұранысқа ие? Жалпы бүгінгі заманда мына егемендік алғаннан кейін мен бір қуанатын жағдайым, бүгінгі заманда жас ата-аналар болсын, жасамыс ата-аналар болсын, өз баласы үшін кітап іздейді. Әлгі кітап оқымайды, интернет бар деген ол да болып жатқан дүние шығар. Дегенмен де мен кітап дүкендеріне барып кейде отырып оқырмандармен ақылдасам, олар балаларға интеллектісін дамытатын, логикасын дамытатын кітаптарды іздейді. Әсіресе балаларға бүгінгі таңда фантастикалық кітаптар. Сонымен бүгінгі 20-шы ғасыр космосқа байланысты, ғылымға байланысты, технология байланысты кітаптар үлкен сұранысқа ие. Бұл енді жаңағы біздің өзіміздің ақын жазушылардың кітабын шығармайды деген сөз емес әрине. Биылғы жылында Ескен Елубаев бізде қазақ балалар әдебиетінің үлкен өкілі, сол кісінің 4 түлік туралы кітабын шығардық сөздігі. Біздің 4 түлікке байланысты одан алынатын өнім, оған байланысты мақал, мәтел, ән, күй, жұмбақ, немесе амофондар, балаға қажетті барлығы ақпарат бар. Осы кітапты алса, біздің ата кәсібіміз 4 түлік мал туралы бала толық мәлімет алады. Тіпті ата-аналар білмейтін кейбір мәліметтер осы бар. Осы кітаптарда бар. Сонымен қатар балалардың ең түсінігіне жеңіл бұл біздің Жақан Смақов ағамыз еді. Ол кісінің кітабын шығардық. Одан кейін балаларды патриотизмге тәрбиелеу дейді. Патриоттық неге тәрбиелеудің ең негізгі бір құрал деп ойлаймын мен. Өзім әрі қазақ тілінің мұғалімі ретінде, әлі баспагер ретінде бұл біздің эпостарымыз, эпостық жырларымыз және жырауларымыздың жаңағы шығармалары. Міне біз қазақ жырауларының шығармасын 15-18 ғасырлар жырауларды балалардың тілдерін арнап мектеп кітапханасы деген топтамамен бұнда жарық көрді. Бұл да осы 15-ші жылдың таза мінсіз асыл сөз. Қандай керемет. Енді Бүбіхан ханым, осы жерде әңгімемізді үзе тұрып, біздің арнамызда көрсетілетін қызықты бағдарламалар топтамасын бірге тамашалап алайық. Сұхбатымызды одан соң әрі қарай жалғастыратын боламыз. 1982 жылы Нұрғиса Тілендиевтің зор талант арқасында өзіндік келбеті бар, әрі ұлт күре тамырымен біте қайнасқан қазақ музыка тілін қайта тірілткен академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрі өмірге келді. Бүгінгі таңда ұлттық оркестр шығармашылығы қазіргі заман музыкасының басты бір тармағына айналды. Құрметті өнер сүйер қауым, 26 желтоқсан сенбі күні Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар саз оркестрінің концерті білім және мәдениет телеарнасында. Республикалық шалқар термесі байқауының лауреаты, термеші, әнші, сазгер Заттыбек Көпбосынұлы өзінің жаңаша ырғақ пен тың әуенді арқа өткен әсері мол әндерімен жұртшылық көңілін жаулаған өнер иесі. Жаным, сен болмасаң мен осындай болармен. Білім және мәдениет телеарнасы өзінің өнер сүйер көрермендерінің назарына 27 желтоқсан жексенбі күні Заттыбек Көпбосынұлының «Ақ тілегім Астана» атты ән кешін ұсынады. Өте жақсы, бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Бүбіхан ханым, енді мына Ресейде кітап шығару үлкен бизнеске айналған. Ал біздің елімізде ол деңгейге жете алмай келеміз. Мамандардың айтысы бойынша ол халықтың санының аздығынан деп айтып жатады. Келісесіз бе осыған? Енді бір жағынан халықтың санының аздығы рас.
бірақ кітап дүниежүзінде 4-ші бизнес болып есептеледі. Біздің елімізде де кітап сатып алу, кітап қазір бүгінгі таңда кітап басу, кітап жаңағы баспагерлердің саны көбейді. Бұрын саусақпен санарлық қана баспалар болған. Қазір кітап шығару мәселесі біздің еліміз жолға қойылды деп айтуға болады. Енді біздің өзіміздің негізгі Алматы кітаптың алдына қойған негізгі мақсаты бизнес емес, бұл рухани байлық сыйлау елімізге. Сусап отырған, аңсап отырған тақырыпта өзіміз мониторинг жасай отырып, елге қажетті кітаптарды шығару, соны өзіміздің оқырмандарға жеткізу негізгі мақсаты. Бөбіхан ханым, елге қажетті кітаптар дедіңіз. Енді жасыратыны жоқ, бүгінгі таңда бой жеткендерге, қыз-келіншектерге арналған кітаптар өте аз. Осыған қатысты не дер едіңіз? Енді қыз-келіншектерге арналған сұлулықтар кітаптар көбен шығып жатыр. Жоқ, мәселен, келін болу әдебі, ана болу тақырыбына арналған кітаптар. Бұл кітаптарда біздің алдағы жоспарымызда бар дегенмен де, біздің Зейнеп Ахметовна апамыз бар, білесіздер, ол біздің бала кезімізде оқыған Шуақты күндер деген кітабы бар еді. Қандай келін, адуынды бауыржан атамыздың көңілін қалай тапқан соғысын деген сияқты. Сол кітапты біз осы бауыржан бабамыздың 100 жылдығына байланысты қайта шығардық. Алдағы уақытта Зейнеп апаммен үлкен біздің келісімдеріміз бар. Сол кісімен бір жақсы осы қыз-келіншектер арналған, болашағы ана екенін қыздар сезінетін, келін қандай болу керек деген мәселені ата бабамыз айтқан ғой, қызым саған айтамын, келін сен тыңда деп. Осы мәселенің бәрін ашып, бір керемет жақсы апалардың бір даналық сөзі ме кітап шығару біздің жоспарымызда бар. Қазақтың қыздарына арналған дейсіз ғой. Бөбіхан ханым, енді біткеніске сыншы көп дейді. Біреулер кітапты оқыса мақтап жатады, екіншілері жағымсыз пікірлерін қалдырып жатады дейді. Жалпы жақсы кітап дегеніміз не? Кез келген баспа қазіргі заманда шыққан кітаптың өткен қалайды әрине. Біздің елімізде баспаның бәрі жекеменшік баспалар әрине. Жақсы кітап деген, ол менің ойымша шығарған кітабыңыз тез таралып кетсе, ол оқырманның көңілінен жол тапты деген сөз жақсы кітап деп есептейміз. Біз мысалы ең алғаш кітаптарымыздың біреуі Қарлығаштары бізде Сейіткен Жақмет аға деген үлкен этнограф ағамыз болған. Сол кісінің біз бірінің артынан 3 кітабын шығардық. Біріншісі салт дәстүрлер қазақтың, екіншісі қазақтың тұрмысы мен мәдениеті, үшінші қазақтың дастарханы деген. Біздің баспа кітап ең төменгі таралымы біз 3000-нан 5000-ға дейін шығарамыз. Сол кітаптар жылдың аяғына дейін таусылып кеткен күндері болған. Демек бұл кітап өз оқырманын тапты, біз қателеспей жұмыс істедік, және ол кітап жақсы деп айтуға болады. Бәрекелді. Ал осы кітаптардың құндылығы неде? Құндылығы болғанда әрине мазмұнға байланысты ғой. Мысалы біз бір кітабымызда саят өнерін, қазақтың бұрынғы келатқан ұлттық өнерін бүгінгі заманға бергіміз келді. Қазақтың саятшылық өнері деген кітапты орыс қазақ тілінде шықтық. Бұл кітапта керемет сұранысқа ие болды. Міне кітаптың құндылығы осыда. Жаңа салт дәстүр, қазақтың ұлттық киімі деген кітаптар шығардық. Оны мына технология университеті сатып алып, бүткіл неге таратты Қазақстанға. Қазақтың ұлттық киімінің технологиясы жасалуы тарихына байланысты. Мәселен, бүгінде электронды кітаптарда дамып келеді ғой енді. Солармен салыстырғанда. Электронды кітаптарда бүгін бар, әрине олар жаңағы жолау жүргенде бір жаққа жүргенде қол бір сәл кідіріс болып қалған кезде қарап оқуға қажет шығар. Ол да бүгін заман талабына сай қажет. Дегенмен де баспагер ретінде айтатыным, мына қағаз кітап еш уақытта құндылығын жоғалтпайды. Бұл өмір сүреді деп есептеймін. Парақтап оқығанға не жетсін деңізші? Қайталап оқып, парақтап оқып, кейбір жеріне жаңа қайтарып қойып, тағы да оқығың келіп, немесе жақын бір адамға соны көрсеткің келеді, мына жерде мынандай құнды пікір бар екен деген сияқты. Әрине қағаз кітап немше құнын жоймайды. Бөбіхан ханым, қазір бізде кітап оқу мәдениеті қайта қалыптасты деп айта аласыз ба? Әрине айта аламын. Себебі бүгінгі заманда кітап дүкендеріне келген адамдардың қарасы көп. Кітап сұранып, мына телефон арқылы мынандай кітап шыға ма деп үлкен сұраныс жасап жатады. Кітап оқитындар бар қазір заманда. Олай болса, баспаның алдағы жоспарында білсек? Енді келесі жылға мына дағдарыс дегенмен де үлкен жоспарымыз бар бекітілген алдағы уақытта. Жаңа айтып өткен қазақ тарихының орыс тіліндегі варианты шығайын деп жатыр. Одан кейін біз өзіміз жаңа айттық қой, ұлттық этнографиялық жоғалтқандарымызды қайта тірілту мақсатымыз бар деп. Осы салада біз қазақтың сырмақ өнері, қазақтың кесте өнері деген кітаптар шығарғанбыз, киіз өнеріне байланысты. Енді біздің ежелгі қазақ әйелдерінің үлкен бір өнері, кең таралған өнері бұл құрақ өнері. 40 түрлі шүберектен керемет жаңа жасайтын құрақ. Осы құрақ өнері туралы кітабымыз шығады. Одан кейін мына соңғы 10-15 жылдың ішінде Алматы қаласы танымастай өзгерді. Бұрынғы энциклопедия болған Алматы туралы, енді түрлі түсті керемет жағы Алматы туралы энциклопедия дайындап жатырмыз. Және бірнеше балалар әдебиетінің өкілдері бар, және мынандай балаларға қажетті бірнеше кітаптарымыз бар. Бәрекелді, олай болса ойлаған жоспарларыңыздың барлығы жаңа жылда жүзеге ассын деген тілек айтқымыз келеді. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Бүгін таңертеңмен студиямызға келіп осындай керемет әдемі сұхбат бергеніңіз үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Рахмет сізге. Көп рахмет, оқырмандарыңыз көп болсын. Рахмет.
Ел аман, жұрт тыныш болсын, аналардың қазаны оттан түспесін, ер азаматтар аттан түспесін деген тілек айтамын. Айтқаныңыз келсін.